Құрметті оқушылар, ұстаздар және ата-аналар, көктемнің арайлы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тараз қаласында жалпы 9000-нан астам педагог жұмыс атқарса, оның 80%-ға жуығы әйел азаматшаларымыз. Мектептер мен балабақшаларда оқумен және тәрбиемен қамтылған жалпы оқушылар мен тәрбиеленушілердің 50%-дан астамын ол қыз балалар құрайды. Көктемнің осы бір тамаша мерекесі әйелге тән әдемілік пен нәзіктіктің мәңгілік белгісі секілді. Осы бір ерекше қасиеттеріңіз елімізге салтанат құрып, құт береке беруде. Сіздердің қолдауларыңыз баршамызға сенімділік ұялатып, жігер береді. Ана қуанышы, әйел қуанышы, отбасының мәңгілік тірегі. Бүгінгі мерекелеріңізбен баршаңызды тағы да құттықтаймын. Оқуда озат, жұмыста табысты болуларыңызға тілектеспін. Әрқашан сіздерді биіктен көруге тілектеспіз. Біз сіздерді қолдаймыз және біз сіздермен мәңгілік біргеміз. Мерекелеріңіз құтты болсын.